Қарағандыда Асар жолы форум өтті. Ұйымдастырушылар Қазақстандағы танымал Асар Умех қайырымдылық қоры. Шараға өңірдің кәсіпкерлері, қоғам қайраткерлері қатысты. Мақсатымыз көп балалы, көмекке мұқтаж отбасыларға қуаныш және үміт сыйлау дейді қор жетекшісі. Нұр-Сұлтан қаласында бастадық, Қарағандыға жеттік, ары қарай Көкшетау, сосын біздің турымыздың бір бөлігі Ақтау қаласында бітеді 17 тамыз күні. Одан кейін 2 апта біз Алматы қаласында жұмыстарымызды бітіріп, аяқтап, демалып, ары қарай екінші бөлімге шығамыз. Ол екінші бөлімнің маршруты әлі белгісіз, бірақ Ұлытауды бастайтын шығармыз. Біздің мақсатымыз елмен бірге, үлкен командамен 50 отбасыға баспана сыйлау. Асар Уменің құрылғанына 3 жылға жуықтады. Сол уақыт аралығында қор 440-тан астам отбасына үй сыйлады. Жақсылыққа апарар 20 000 шақырым акциясы барысында 50 отбасын баспанамен қамтуды жоспарлап отыр. Шараға ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Александр Данилов және Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов қатысты. Тарихи терең салт дәстүрді құрметтей білетін қасиет Сарыарқа жерінде кездескенімізге өте қуаныштымыз. Бүгінгі таңда елімізде ата-бабамыздан келе жатқан қайырымдылық жасау үрдісі қарқынды дамып келеді. Игі іске өз отбасынан ұлттық тәрбиені сусындап өскен белсенді жас азаматтарымыз ұйытқы болып отыр. Бір өңірден екінші өңірге халқымыздың, қоғамымыздың жан жылуын таратуға арналған игі шараларыңыз сәтті болсын. Бастамашыл рухы жастар қауымы. Форум соңында қор Қарағандылық жалғызбастан аға Сұрыптау ықшам ауданынан 4 бөлмелі үй сыйлады. Евгения, это ваш дом? Сортировка. Это очередной подарок с города Нур-Султан. Асар жолы. Это вот мы объединяем наш народ на добре. С одного города везем подарки в другой. Браво! Евгения Васильева 5 баланың анасы. Жиынға қонақ болып келген ол қуанышты жаңалықты естіп көзіне жас алды. Себебі баспаналы болатын білмеген еді. Меня сегодня пригласили на форум. Мені бұл форумға шаңырақ көп балалы отбасыларды қолдау орталығы қонақ ретінде шақырып еді. Бұл мен үшін тосын сый болды. Өте қуаныштымын. Мен бақыттымын. Балаларым өз баспанасында ер жетіп өседі. Барлық проблемам шешіледі. Енді мен жалдамалы пәтерден қашан көп шығады деп қорықпайтын боламын. Сіздерге көп рахмет, алғысым шексіз. 2,5 айдың ішінде қайырымды жандар 20 өңірдегі азаматтарға қолдау көрсетуді жоспарлап отыр. Жақсылық жасаудан жарысайық деген ұранмен қор өкілдері өзге қалалардағы кәсіпкерлер мен ауқатты жандарды игі іске атсалысуға шақырады. Осылайша бір қаланың қайырымды азаматтары басқа қаладағы мұқтаждарға жәрдемдеседі.